Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ әдебиеті сабағын бастаймыз. Көне күндерден жеткен жәдігерлер бөлімі бойынша бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазтуған жырау, Қазтуғанның қонысымен қоштасуы. Оқу мақсаттары: көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту. Кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру. Бағалау критерийлері: көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашады, кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға береді. Қарға бойлы Қазтуған атанған әйгілі жорық жырауы, батыр, Қазтуған сүйініш жолы 15 ғасыр шамасында өмір сүрген. Қазтуған Ноғайдың Едисан ордасының билеушісі Сүйініш мырзаның ұлы. Қазтуған сүйініш жолы сыпыра жырау негізін салған, көнеден келе жатқан толғау жанрының дамуына үлкен үлес қосты. Ол Еділдің Ақтума, Бозан бойларында туып өскен. 15 ғасырдың орта шенінде іргесі жаңадан қаланған қазақ хандығына қоныс аударған. Қазтуған жырау жорық жыршысы және халық эпосын жасаушылардың бірі. Артына қазақтардың әскери рухын, туған жерін, халық өмірі мен тұрмысын суреттейтін көптеген өлеңдерден тұратын шығармашылық мол мұра қалдырды. Олардың көпшілігі сақталмаған, дегенмен бізге жеткен жекелеген туындылары оның әдебиет тарихы төрінен орын алуға лайықты екенін айғақтайды. Қазтуған жыраудың Мадақ жыры, Туған жермен қоштасу сынды туындыларын ежелгі қазақ поэзиясының таңдаулы үлгілеріне жатқызуға болады. Оқушылар, сабағымыздың негізгі бөліміне көшеміз. Жаңа тақырыпты меңгеру үшін ой толғаныс әдісі бойынша бірінші тапсырманы орындаймыз. Алдымен тапсырманы түсініп алайық. Ой толғаныс әдісі бойынша толғаудағы кейіпкер мінезін ерекшелеп тұрған сөз бен суреттемелерге үзінді тауып, бір сөйлеммен дәлелдеңдер. Балалар, тапсырма түсінікті болатын болса, бағалау критерийіне назар аударайық. Толғаудағы кейіпкер мінезін ерекшелеп тұрған сөз бен суреттемелерге үзінді тауып, бір сөйлеммен дәлелдейді. Балалар, тапсырма түсінікті болса, орындауға кірісеміз. Жарайсыңдар балалар. Енді бірінші тапсырманың ықтимал жауаптарына назар аударып көрейік. Айдаса қойдың көсемі, сөйлесе тілдің шешені, арғымағын жаз жіберіп күз мінген, күз жіберіп жаз мінген, жазаласа 2 жылда 1 мінген, жолдасын жолай іздеген, өзіне тиген дұшпанын қарт бурадай тіздеген, мен қарға бойлы Қазтуған. Қонысымнан ауған соң, кетпеге еді ырысым, таудағы тарлан бөредім, тарылған сынды тынысым. Бұл жолдардан Қазтуған жыраудың шешен, өзіне сенімді, батыл, қайсар бейнесін көреміз. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, екінші тапсырманы орындау үшін баға бер әдісіне ораламыз. Кейіпкердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік бейнесін салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беріңдер. Кейіпкердің іс-әрекеті, автор берген портреттік бейнесін жазамыз және тарихи және көркемдік құрылымы туралы жазамыз. Бағалау критерийіне балалар назар аударайық. Кейіпкердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік бейнесін салыстырады, тарихи және көркемдік құндылығына баға береді. Олай болса балалар, тапсырманы орындауға кірісеміз. Ал енді балалар, тапсырманың ықтимал жауаптарына назар аударайық. Қазтуғанның ата жолын қуып, ел ісіне араласқан ортасы Еділ жайық арасы, Каспий алабы, Нарын, Қарасу деген жерлер.
Қазтуған қиын кездегі сол даланың қиыншылығын арқалаған елбасылардың әулетінен шығып, елін, жерін қорғауды тепсініп сөйлеп, тебірене күй төккен, өз елінен қайғыра көшіп бара жатқан Қазтуғанды көреміз. Балалар, кейіпкердің іс-әрекеті бірінші тұрған кестедегі, екінші автор берген портреттік бейне және тарихи және көркемдік құрылымы. Жарайсыңдар балалар. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыздың бағдаршам әдісі арқылы кері байланыс беріп өтейік. Үш түстің бірін таңдап, сабақтан алған әсерлеріңді көрсетіңдер. Үйге тапсырма аламыз. Қазтуған жыраудың өлеңін туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас деген мақалмен байланыстырып, үзінді жаттаймыз. Сонымен қатар балалар, бүгінгі сабағымызда Дарын онлайн платформасындағы осы тақырыпта берілген тапсырмаларды орындап жібереміз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар балалар.